алгашкы влог болайын депти. Алматыда кыдырып жүрүбүз. Қазір Алматыны көрсетем. Алматы бүгін 2-ші күн бе? 3-ші күн бе? Поверните направо. Қазір Алматыны көресіздер ары қарай. Ана адам Қызылға өтіп кетейін деді, е? Автобус кетіп барады ғой? Түнгі 2-де автобус жүреді. Ночной автобус деген бола ма не? Ночной автобус болады екен. Алматы деген түнде де ұйықтамайды дейсің ғой. Астана ондай емес, е? Жолда серкілдеп жатыр. Жема. Жанбай қалды ма, жоқ па? Светофорлардың астына не оқиды? Секундомер ме не? Сондай оқыған, не? Дәуде. Ондай болмай еді былтыр. Ондай оқыған светофорлар. 31-30. Ей светофорлары қанық жасын емес. Көшелерінен жазу қойған Қонаев. Біз строго туриспен скоросты қарап отырамыз, жолды қарап отырамыз. Жер көрсетейін деп тұрмын, ары бері өткенде. Осы жердегі домдар ұнайды маған. Осы домдар ұнайды. Осы домдар ұнайды. Үште жолдың үстінде. Сүйінбай даңғылы. Жоқтада Райымбек даңғылы. Gönlüm sen sönbеші, söne бермеші. Түссе сөйлесе. Үшін басқа жақтан шығып кеттік, Алматының басқа жағынан таң қалып келедірміз. Басқаша болып кеткен, е? Жолдарын. Қолып жағы. Осы өлең Сәкен Майғазиевтің концертінде тыңдап едік. Бір апта хит болған Сәкен Майғазиевтің концертін көрдіңіздер ма деп комментировать етіп отырайын. В общем, камера ғой 40-60, қайтадан 40, қайтадан 60, е сондай камералар бар. Өстіп жүреді екенсің ақырын Алматыда. Бізде Астанада 40 деген камера аз ғой өзі. 60 бар. Өстіп машиналар ақырын жүреді екен. Влогты ертең жалғастырамыз. Үйге барып ұйықтаймыз, қайырлы түн. Түнгі Алматымен музыка тыңдап үйге барамыз. Нүкен артта ұйықтап отыр.